Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 16-шы сабақ. Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы бір санның қасиеті. Жазушылар шығармаларындағы Қазақстанның табиғаты. Бүгінгі сабақта сен бірге көбейтуді және бөлуді үйренесің. Нөмірі 1 есеп. Өзара байланысты өрнектерді дұрыс тапсаң, шығарманың авторы мен оның қалай аталатынын білесің. Мұнда балалар, бірінші бағанға біз әріпті өрнек алайық. А көбейту Б тең С. Яғни бұл сәбит. Енді өзара байланысын табатын болсақ, орын ауыстырылған Б көбейту А тең С. Мұқанов, С бөлу А тең Б, туған, С бөлу Б тең А, дала. Яғни бұл Сәбит Мұқановтың өлеңі шықты, туған дала. Келесінде балдар санды өрнек 3 көбейту 5 тең 15, 5 көбейту 3 тең 15. Яғни өзара байланысты өрнектерді тауып жатырмыз, балалар. 15 бөлу 3 тең 5, 15 бөлу 5 тең 3. Яғни Геннадий Снегирев түйелер бие. Нөмірі 2 есеп. А нұсқасы. Есепте қорытынды жаса. Мұнда 1 көбейту 5 деп тұр, балалар. Яғни 1-ді 5 рет қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5 рет қосқанда 5-ке тең болады екен. 1-ді 3-ке көбейтетін болсақ, яғни 1-ді 3 рет қосады екенбіз. 1 қосу 1 қосу 1 тең 3-ке. Сонда қорытынды жасайтын болсақ, яғни 1-ге қандай санды көбейтетін болсақ, сол санның өзі шығады. 1 көбейту А тең А екен. А нұсқасы бойынша көбейтуге өзара байланысты 2 теңдік және бөлуге 2 теңдік құрастыр. Қорытынды жаса. 1 көбейту 5, 5. 5 көбейту 1 тең 5. 5 бөлінген 1 тең 5. 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, 1 болады екен. 1 көбейту 4 тең 4. 4 көбейту 1 тең 4. 4 бөлу 1 тең 4. 4 бөлу 4 тең 1 екен. А көбейту 1 тең Аға. А бөлу 1 тең Аға. А бөлу А тең 1-ге екен. Енді біз өзіміз құратын болсақ, 8 көбейту 1 тең 8. 1 көбейту 8 тең 8. 8-ді 1-ге бөлетін болсақ 8. 8-ді 8-ге бөлетін болсақ 1 екен. Көбейткіштердің біреуі 1-ге тең болса, онда көбейтіндінің мәні екінші көбейткішке тең болады. Егер санды сол санның өзіне бөлсе, онда 1 шығады. Нөмірі 3 есеп. Ауызша түсіндіре отырып есепте 1 көбейту 6 тең 6. Яғни көбейткіштердің біреуі 1-ге тең болса, екінші көбейткіштің өзі шығады екен, балалар. 35 көбейту 1 тең 35. 15 көбейту 1 тең 15, 15 бөлу 15 тең 1 екен. Яғни санды сол санның өзіне бөлетін болса, 1 шығады екен, балалар. 9 бөлу 9 тең 1, 28 бөлу 28 тең 1 екен. 1 көбейту 78 тең 78-ге тең, 40 көбейту 1 тең 40-қа тең екен. Нөмірі 4 есеп. С. Бабенконың түйетас әңгімесінде қандай ауылдар туралы айтылады? Бір санына көбейтуден тұратын өрнектерді тапсаң, жауабын білесің. Яғни балалар, мұнда 1-ге басқа сандардың көбейтіндісінен тұратын өрнектерді тауып жазуымыз керек екен. Яғни 1 көбейту 5 тең 5, Амансай. 1 көбейту 3 тең 3, Қызылсай. 9 көбейту 1 тең 9, Түйетас. 8 көбейту 1 тең 8, Бурабай екен. Нөмірі 5 есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Оқушылар Әлімбаевтың қолғанаттар деген өлеңін жаттады. Бір өлеңді жаттау үшін Алан 15 минут, ал Сәкен одан 9 минут артық уақыт жұмсады. Санжар өлеңді жаттау үшін Сәкенге қарағанда 3 минут уақытты кем жұмсады. Санжар өлеңді қанша минутта жаттап алды? Есептің қысқаша шартын жазайық, балалар. Алан 15 минут. Ал Сәкен 9 минут артық Аланға қарағанда. Ал Санжар
3 минут кем сәкенге қарағанда. Шешуінде біз 15 минутқа 9 минутты қосамыз, 24 минут. Яғни бұл сәкендікі. 24 минуттан біз 3 минутты азайтатын болсақ, 21 минут. Бұл Санжар. Жауабы Санжар өлеңді 21 минутта жаттап алды. Ә нұсқасы бойынша табиғат туралы өлеңдерді мәнерлеп оқу жарысына 1000 оқушыдан сұраныс түсті. 209-ы 3-ші сынып, 358-і 2-ші сынып, ал қалғаны 4-ші сынып оқушылары. Жарысқа 4-ші сынып оқушыларынан қанша сұраныс түсті? Яғни балалар, қысқаша есептің қысқаша шартын жазып алайық. 3-ші сынып 209, 2-ші сынып 358 оқушы екен. Бізде 4-ші сынып белгісіз, ал барлығы 1000 оқушы екен. Шешуінде 209-дан 358 азайтамыз, 567, яғни бұл 2-ші мен 3-ші сыныптардың оқушыларынікі. 1000-нан біз 567-ні азайтамыз, яғни 433. Бұл 4-ші сынып. Жауабы жарысқа 4-ші сынып оқушыларынан 433 сұраныс түсті. 5-ші есептің Б нұсқасы бойынша жарысқа қатысушының әрбіріне 5 минут уақыт берілді. 9 қатысушыны таңдау үшін қанша минут уақыт қажет? Яғни бір қатысушыға 5 минут, ал 9 қатысушыға неше минут? Соны табуымыз керек. Ол үшін біз 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45 минут. Жауабы 9 қатысушыны таңдау үшін 45 минут қажет екен. Нөмірі 5-ші есептің В нұсқасы. Оқушылар Қазақстанның табиғаты атты көрмеге арнап сурет салды. 120 өзеннің, 245 таудың, 198 жануардың суреті салынды. Оқушылар көрмеге қою үшін барлығы қанша сурет салды? Яғни есептің қысқаша шарты өзеннің, яғни 120 сурет, таудың 245, жануардың 198. Мұнда бізде барлығын табуымыз керек. Шешуі 120-ға 245-ті қосамыз, 365, оған тағы 198 қосатын болсақ, 563 екен. Жауабы оқушылар көрмеге қою үшін барлығы 563 сурет салды. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретінің ережесін есіңе түсір. Бірінші, алдымен жақшаның ішіндегі амалдарды орында. Екінші, содан соң көбейту немесе бөлу амалын ретімен орында. Үшінші, содан кейін қосу немесе азайту амалын ретімен орында. Нөмірі 6-шы есеп. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін тап. А нұсқасы бойынша, мұнда балалар алдындағы оқыған ережеміз бойынша 37 қосу 12 бөлу 6 деп тұр, яғни мұнда бірінші бөлу амалы орындалады. 12-ден 6-ны бөлетін болсақ 2, 37-ге 2-ні қосамыз, 39 екен. Дәл солай көбейту, бөлу амалдары бірінші орындалады, одан кейін қосу, азайту амалдары орындалады. Ал жақшамен өрнек болатын болса, бірінші жақшаның іші орындалады. Ә нұсқасы бойынша Ілияс өрнектегі амалдардың орындалу ретін көрсетті. Ол дұрыс көрсетті ме? Қатесі болса түзет және есепте. Мұнда ә нұсқасы бойынша 370 қосу 12 бөлу 4 қосу 7 деп тұр балалар. Яғни мұнда Ілияс дұрыс көрсетпеген екен. Бірінші бізде бөлу амалы орындалады. 12-ден 4-ті бөлеміз 3. Екіншісінде біз 370-ке сол 3-ті қосамыз, 373. Үшінші амалында 373-ке сол 7-ні қосамыз, 380 екен. Екінші есепте бізде 68 азайту 50 бөлу 3 қосу 506 деп тұр. Яғни біз мұнда бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 68-ден 50-ді азайтатын болсақ 18. Екінші бізде бөлу амалын орындаймыз. 18-ден 3-ті бөлетін болсақ 6. Үшінші амалында 6-ға біз сол 506-ны қосатын болсақ 512 екен. Үшінші өрнекте 850 санынан азайтамыз. 24 бөлінген 3 қосу 232. Бірінші біз жақшаның ішін орындап аламыз. 24-ті 3-ке бөлеміз 8. 8-ге 232-ні қосамыз, 240. Енді үшінші амалында 850-ден 240-ті азайтамыз, сонда 610 екен. Нөмірі 7-ші есеп. Тиімді тәсілмен есепте. Бірінші өрнек 11 қосу 22, қосу 33, қосу 44, қосу 66, қосу 77, қосу 88, қосу 99 деп тұр. Яғни мен 11-ге 99 қосып алдым 110, 22-ге 88 қостым 110, 33-ге 77-ні қостым 110,
44-ке 66-ны қостым, 110. Яғни осы 110-ды 4 рет қосатын болсақ, 440 екен балалар. Дәл солай қалған өрнектерді де тиімді тәсілмен осылай есептеп шығарып шықтық. Нөмірі 8-ші есеп. Теңдік тура болатындай жақшалар қойып жаз. Мұнда 3 пен 5-тің қосындысына жақша қойдым, оған 4-ті көбейттік. Яғни 8-ге 4-ті көбейтсек 32 екен. 3 қосылған 5 пен 4-тің көбейтіндісін жақшаға алдым. Келесінде мен осылай жақшаларды тура теңдік болатындай етіп қойып шықтым балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.